Ата, қанша жыл жолсыз, батпақта қанша жыл өмір сүрдіңіздер? Мен өзім бұл жаққа 1997 жылы кірдік осы үйге. Өзіміз Қарақалдан көшіп келгенбіз. Содан бері осылай, одан бұрынғы қанша екенін қайдан білейін. Рахимов Совет Бисалиевич, жасым 85-те. Мектепте істегем. Мұғалім болды, завуч болдық, директоры болды. Мен бұл жерге келгелі 22-23 жыл болды. Жай жол болды. Ол енді кішкентай жаңбыр жауса езіліп, және аяқ киімге жабысқанда керемет жабысқақ балшықтар болды. Неше рет айтылды, анау жерде бір кішкентай поганка су ағатын арық бар. Ол қыстың тасып кетеді деп көшеден кісі жүре алмайды. Содан неше жыл айтып жүріп, биыл айтып оңғайы келіп, соны жасады. Көп шыға алмайым. Мынау енді мына жақта Алматы, Семейге кететін жолымыз, мынау қалаға шығатын жолымыз. Соған енді осы уақытын ұмытып қалдым, бір айдай болды ма. Әкеп, анау организациясының атын білмеймін. Үлкен тракторлар келді, бульдозері бар, тағы басқалары бар. Осын бір күні келіп, есік алдына шықсам, талай адам жүр екен. Мен енді таяққа сүйеніп, сыртта тұрым. Bir adamı giyinген bir жас жігіт meni görüp amandasayın deyip bir qaraya keldi. Onun артынан тағы talay adamlar endi осы жолға қатысы бар адамдар. Ол енді айту tanıganım ауданның әкімі Сейілбек. Оның аудандық мәслихаттың хатшысы Досиханов Қуанышбек. Қуанышбекті жақсы танимын, әкесімен баяғыда әскерде бір болғанбыз Калининград жақта. Сол қалғандарын енді білмеймін. Біреу жолдың бастығы, біреу ана судың нететінде. Айту келіп төкті кеп құмдарды, тастарды. Былтыр бір келді. Жөндеп біреміз деп. Онда жөндеген уақытта ыңғай ұсақ құмды алып кеп, мына жерде бір үлкен кісілер бар. Ай, біздің жерімізге мына ұсақ құм келмейді. Бізге анау гравий керек, кесек деп. Деп, былтыр қайтарып жіберіп, биыл өздері гравийлерін әкелді. Содан кейін төгіп өтті деп, соның бәрін жайып тастады. Біраз кішкене жасып орнықсын деп. Одан кейін, біраздан кейін қайта жүрді. Оның үстінен құм салды. Осын катоктар әкелді. Барлық техника жабылды. Әйтеу бір қуанғанымыз, қазір міне жерден жүре алмайтын нәрсе, барлық қуатымен ағызып өтеді машиналар. Сондай тамаша болып қалыптасты. Енді бұлардың алдында өздерінің перспективалары болу керек. Мынау кішкене біраз жатады дейді. Сіңіп, онан соң тағы кішкене обработка жасаймыз да, осы биыл күзде асфальтировать етіп береміз деді. Осы әне жердегі жаман көпірімізді жөндеп, снаситет тастатты. Астындағы су ағатын үлкен колонкалар қойды да, үлкен жол оны жасап берді. Енді емін еркін, мына жерге 40-50 метр жерден трассаға шығамыз. Мына жақтағы қалаға кіріп кетеміз. Әйтеу үлкен жолға қосылдық. Сондай разы болып отырмыз. Енді бұрын жүре алмайтынбыз. Анау
Sarı balşık Kuday saktasın endi mına ayaқты жүргізбей көтерілмесе. Соның бәрі қазір жақсы болды мұртлы. Рахметімізді айттық білгенімізді. Енді ана өздерінің сияқты бұқаралық ақпарат құралдарынан ешкім келмеді ме жоқ, мен көргім жоқ па, әйтеуір жабылды, барлық специалистер жабылды. Әйтеуір ауданның әкімі, мәслихат хатшысы жүргеннен ақ қалғанын енді өздері қуанық болдық. Сұрады, білгенімізді айттық, рахметімізді айтып жатырмыз енді одан басқа.